Xat жазу. Кристофер әпкесіне хат жазды. Оның әпкесі басқа қалада тұрады. Оның әпкесінің компьютері жоқ. Оның да компьютері жоқ. Оның әпкесі телефонды қолданғанды ұнатпайды. Ол да ұнатпайды. Ол әпкесіне ұзын хат жазды. Ол өз өміріндегі жаңалықтарды айтып берді. Ол оған жаңа жұмыс тапқанын айтты. Оның жаңа қызы бар екенін, жаңа көлігі бар екенін айтты. Ол әпкесіне көп жаңалық жазды. Оның әпкесі хатын оқығанда қуанады. Кейін оған да хат жібереді. Әпкесінің хатында да көп жаңалықтар болады. Хат жазу. Кристофер әпкесіне хат жазды. Оның әпкесі басқа қалада тұрады. Оның әпкесінің компьютері жоқ. Оның да компьютері жоқ. Оның әпкесі телефонды қолданғанды ұнатпайды. Ол да ұнатпайды. Ол әпкесіне ұзын хат жазды. Ол өз өміріндегі жаңалықтарды айтып берді. Ол оған жаңа жұмыс тапқанын айтты. Оның жаңа қызы бар екенін, жаңа көлігі бар екенін айтты. Ол әпкесіне көп жаңалық жазды. Оның әпкесі хатын оқығанда қуанады. Кейін оған да хат жібереді. Әпкесінің хатында да көп жаңалықтар болады.